Йод ташуға көмектескен жануар мысық. Бірнеше тәжірибелер өткізуге Бернар Куртуа дайындалып жатқан еді. Өлшеуде бірнеше заттары тұратын. Біреуінде спиртті теңіздегі су өсімдігінің тұнбасы, ал екіншісінде темір мен күкірт қышқылының қоспасы болады. Куртуаның иығында өзінің сүйікті мысығы отырған. Есікті біреу қаққан кезде мысық қатты қорқып секіріп кетіп, абайсызда құйрығымен үстел үстіндегі ыдыстарды қағып түсіреді. Ыдыстар сынып, ішіндегісі араласып, кенеттен химиялық реакция басталады. Газ пары басылған соң, таң қалған ғалым сол затта әлде қандай кристалды жұқа қабатты қатпарды байқады. Куртуа көрген жағдайдан соң бірден оны зерттеуге кірісті. Бұған дейін ешкімге белгісіз бұл кристалдар йод атауын алады. Осылайша жаңа химиялық элемент ашылған болатын. Ал Бернар Куртуаның бұл мысығы тарихта кірді. Адамзат баласы йод элементінің ашылуын жоғары бағалады. Себебі йод дәрі-дәрмек қолданысына кең таралған. Йод адамның қалыпты өсуі мен дамуына қажетті микроэлемент болып табылады. Адам организміне тағам мен судан түсетін қажетті йод мөлшерінің жетіспеуі йод жетіспеушілік аурулары мен бұзылушылықтарына әкеліп соғады. Йод жетіспеушілігі ауруларының мәселесі әлемдік денсаулық сақтау саласында маңыздылардың бірі болып саналады. Өткен жылғы денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметі бойынша әлемде 650 миллион адам осы дертпен күресуде, ал 2 миллиард адам ағзасында осы дерттің айқын белгілері көрініп берген. Балалардағы йод жетіспеушілік салдарынан бала ақыл ойының артта қалуындағы әлсіз көріністерінің кретинизмге дейін жетеді. Көңіл күйінің тұрақсыздығы, депрессияға ұшырауы мүмкін. Әлсіздік, ұмытшақтық, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, оқушылар зейінінің шоғырлануының төмендеуі қозғауш болып келетіні бар. Сонымен қатар, жүйке жүйесінің қоса барлық ағза зардап шегеді. Бас сүйектің ішінде қысымға байланысты бас ауруына, әлсіздік пайда болуына, терінің сұрлануына шағымданады. Астентикалық синдром көріністері байқалады. Кардиологиялық өзгерістер, ырғақтың бұзылуы, жұқпалы аурулар мен суық тию ауруларының жиілеп кетуі салдарынан өткір аурулар созылмалы түрде ауысады. Бұлшықет сұлбасының әлсіреуіне байланысты дене бітімінің өзгеруі болуы да мүмкін. Йодтың 90%-ын адам тағамнан алады, ал қалғандарын ауа мен судан алады. Сондықтан йод жетіспеушілігінің алдын алу, дұрыс тамақтану басты рөл атқарады. Йод жетіспеуінің алдын алудың ең бір тиімді жолы йодпен байытылған теңіз өнімдерін, теңіз ұсақ жәндіктерін, теңіз балықтарын, теңіз балдырларын, теңіз қырыққабаттарын тағамға пайдалану болып табылады. Күнделікті өмірде ет, сүт, жұмыртқа ағзаға йод беретін негізгі тағамдар. Сонымен қатар көкөністердің ішінде қызылша, шпинат, қызанақ, сәбіз, картоп, орамжапырақ, пияз, бұршақ, сарымсақ, ал жеміс-жидектердің ішінде құрма, алма, жүзім, шие, қара ала шабдалы, грек және балқарағай жаңғақтары. Ал жарма ішінде қара құмық және тары құрамында йод өте мол. Сондықтан күнделікті өмірде аталмыш тағамдарды жиі пайдалану йод жетіспеушілігін болдырмаудың басты жолы болып табылады.